Құрметті ниет еткен жан, ораза ұстаған менің алтындай оқырмандарым, оразаларыңыз қабыл болып, тілеген дұға-тілектеріңіз қабыл болсын. Алтындай менің оқырмандарым деп бастайыншы. Қасиетті Рамазан айы қалай өтуде? Аллаға шүкір, менде бәрі күшті өтуде. Сіздерде қалай өтуде? Осы айды бәріміз қатты жақсы көреміз ғой. Алматылықтар үшін уақыт белдеуі әлі үйрене салмай жатқан сияқтымыз, білмеймін, ерте ашып жатқан сияқтымыз ба, әлі уақыт белдеуіне толықтықанды үйрене салмай жатырық десек болады. Осы оқырмандарымның ішінде алматылықтар бар ма? Қолдарыңызды көтеріп қойыңыздаршы. Алдыңғы видеода айтып едім, ораза ұстаймын, бала емізсе бола ма деп. Кейбіреулері болады, кейбіреулері болмайды депті. Негізі бірақ болады екен. Мен ойлаған болмайтын шығар деп. Сыртқа шығатын заттан болады екен, тек ішке кіретін заттан тыйылу керек екен. Бірақ сол қызыңды емізгенмен бәрібір емізуге болады, бірақ өзің әлсіреп қалады екенсің. Енді күн түні өзің тамақ ішпегеннен кейін әлсірейсің ғой. Ал мен мына жерде баламды садикке апарып, осы менің балам ғой деймін, садикке барам деп жылайды. Таңертең тұра сала, мама мен апай барам деп жылайды ғой. Жұрттың балаларға апайға бармайым деп жылап жүрсе. Бүгін бізде Алматыда қар жауып, шамалы погода не то болып қалды. Сіздер жақта қар жауды ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Өзіміз көктемді шығара алмай жүрсек, мына погода қар жауып настроениемізді бұзып жіберді. Енді жеріміз көп әдемі болып қалған еді. Барлық жақтың да настроениесін бұзып жатқан осы ауа райы сияқты. Әдеттегідей мен үйдемін, 24/7 үйдемін. Мен алдында сіздерге айтып едім, еш нәрсеге құлқым жоқ. Білмеймін, жата бергім келеді деп. Содан кейін алдындағы айтқан сестрамның есікті тұзбен жуу керек деген нәрсесін дұрыс құптамап едім, қой деп өзімді көтеріп әйтеуір осы есіктерді тұзбен жууды жөн көрдім. Алдыңғы видеода сіздерден сұраған едім ғой. Сөйтсем мамам шығып тұр ғой, тұзбен жуу үйіңді, өзіңді тұзбен жуу, бетіңді тұзбен жуу, сүртпе. Ондай ырымға сенесіздер ма? Қазақ өзі ырымшылғайлықпыз ғой. Қандай не болса да ырымға сеніп, мүмкін ырымға сеніп көңілімізге алып қаламыз ба? Не дегенмен тіл болады, көз болады деген сияқты. Сонда да әйтеуір бісмілләмді айтып, тұзды сумен есіктердің бәрін жуып шықтым. Солай бүгінгі тірлігім сол есіктерді жуып шығумен болды. Солай біз үйдегі бәріміз аузымыз берік. Содан атам кішкентай қозы дейтін, сол қозы сойып, шамалы үйден қан шығарып, солай үйден кішкене қозы сойып, бүгін қуырдақ жасадық. Мана алдыңғы видеода көрген шығарсыздар, енем мосып беріп, дайындап беріп жатыр. Мен вообще ет осу дегендерді білмейді екем. Әйтеуір кішкентай кезімізде мамаларымыз істеп беріп жатса, әйтеуір соның қасында қарап тұратын едік қой, мән бермегенбіз қой сол кезде. Енді уақыт өте келе оған да келерміз. Ал мына жерде ауызашарға деп салат дайындап жатыр. Мына жерде қуырдақ салып қойдым деп инстаграмда оқырмандарыма отчет беріп жатырмын. Солай тамақтың бәрін дайындап қойып дастарханға қойып жатсам, отағасым айтады ғой, инстаграмға салмайтын бедің деп, түсіріп берейін, әкел телефоныңды бер деп, бірақ қараңғы қылып түсіріп қойыпты. Тамақты жемес бұрын сөйтіп сұрап алады, түсірмейтін бедің деп. Солай мына жерде шай тамақты ішіп алып, ұлымыз екеуміз қой құрсын тамақты тойып алып ішіп алдық қой, енді буынға түсіп кетті тамағымыз. Солай ұлымыз екеуміз тамаққа тойып алып, қой деп ішімізді тарқатайық деп бір танцор диско жасап алдық. Ал енді сіздерден тек қана қолдау, лайк.